Қарашығанақ мұнай газ конденсаты кеніші Еуропа мен Азияның тоғысындағы Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласынан 150 шақырым жерде орналасқан. Бұл өлке өзен арнасын қуалай өскен ормандар мен жол бойындағы шағын тоғайы бар жазық даладан тұрады. Көмірсутегі қоры жөнінен дүние жүзіндегі ең ірі кеніштердің бірінен саналатын бұл кен орнында шамамен 1,2 миллиард баррель мұнай мен конденсат және 1,35 миллиард текше метр газ жинақталған. Қойнауы қазынаға толы кенішті игеру жұмыстары Ақжайық атырабы мен ел экономикасы үшін маңызы мол. Бүгінде Қазақстанда өндірілетін газның 48% мен сұйық көмірсутегінің шамамен 15% дәл осы Қарашығанаққа тиесілі. BG Group, Eni, Chevron, Lukoil және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясынан құралған Қарашығанақ Petroleum Operating BV консорциумы қазір кенішті игеру жұмыстарымен айналысады. 1997 жылы Қазақстан үкіметі мен инвесторлар арасында өнімді бөлісу жөніндегі негізгі келісімге қол қойылды. Алдағы 40 жылды қамтитын бұл келісімнің күші 2038 жылға дейін созылады. Қарашығанақтың басты ерекшелігі мұндағы қазыналы кен шағын аумақта шоғырлана орналасқан. Алайда кенішті игеру жұмыстары аса күрделі. Бұл өңірде климат күрт өзгереді. Қыста аяздың күші 40 градусқа жетсе, жаздағы аптап ыстық 40 градусқа дейін барады. Пластың беткі қабаты шамамен 3500 метр жердегі тереңдікте жатыр. Бұл қабаттың қалыңдығы 1600 метрді құрайды. Қолайсыз факторлардың бірі ретінде тым тереңде жатқан тұз шөгінділері күкірт пен күкіртті газдарға бай екендігін айта кету керек. Қарашығанақ кенішінде 99 өндіруші скважина мен шикі газды жер астына кері айдайтын 17 ұңғыма жұмыс істейді. Кеніш басындағы ұңғымалардың саны бүгінде 401-ге жеткен. Былтырғы жылы КПО тұрақты және құбылмалы көмірсутегі мен газды өндірісі бойынша рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Бұл мұнай эквивалентімен есептегенде 142,5 миллион баррельді құрайды. Дегенмен жер қыртысын ұстап тұру мақсатында жоғары күкіртті газды кері айдау көлемі шамамен 9 миллион текше метрге жетті. Бұл жалпы өндірілген газ мөлшерінің 48,3%. Ренато, сіздің ойыңызша Қарашығанақ кенішін игерудің басты факторлары қандай? Біз Қазақстан Республикасымен сенімді әріптестік байланыс орнаттық. Ал бұл КПО-ның өндірістік жоспары мемлекеттік тапсырысқа сай болуын қамтамасыз етеді. Демек, мемлекеттің табиғи байлықтарын тиімді игеру арқылы ұлттық экономиканы өркендетуге қол жеткіземіз. Біз Қарашығанақ жобасын жетекші мұнайгаз кәсіпорны ретінде үздіксіз өркендетуді стратегиялық мақсатымыз деп санаймыз. Бүгінгі таңда Қарашығанақ кенішін игеру жұмыстарына 19 миллиард ақш долларынан астам қаражат жұмсалды. Компания қызметінің басты бағыттарын атап өтсеңіз. Компания мұнайгаз саласындағы заманауи және озық технологияларды ғана қолданып келеді. Техникалық тұрғыда аса күрделі болып саналатын Қарашығанақ кенішін қоршаған ортаға зиян келтірмей пайдалану КПО компаниясының әрбір қызметкері мен мердігер мекеме өкілдеріне қойылар басты талап. Еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында жүргізілген жұмыстар өндірістік нысандарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етіп, табиғатқа мүмкіндігінше зиян келтірмей және Қазақстан Республикасының барлық заңдарына қайшы болмауға бағытталған. Қарашығанақ кенішін игеру кезінде КПО компаниясы көмірсутегіні барынша мол мөлшерде алу үшін өндіріс пен өңдеуісінің озық технологиясын пайдаланып, Қазақстан Республикасы мен жобаға қатысушылардың экономикалық әлеуетін арттыруға басымдық берді. Өндіріс ісін әлемдік деңгейге шығарған КПО еңбек қауіпсіздігі, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласы бойынша ең жоғары стандарттарға қол жеткізе білді. Қарашығанақтағы газды залалсыздандыру көрсеткіші 99,97% құрады. Бұл да дүниежүзілік деңгейдің бір көрсеткіші болып саналады. Қарашығанақ сонымен қатар газды жер қыртысына кері айдау технологиясын әлем бойынша табысты жүзеге асырған алғашқы компаниялардың қатарынан орын алады. Газды жер астына кері айдау экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді көздейді. Компания Қарашығанақ кенішінде қызмет ететін барлық жұмысшылардан қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аударып отыр. Әрбір өндірістік нысанда болуы ықтимал түрлі апаттық жағдайлар мен қауіп-қатерлердің алдын алу мақсатында қорғаныс барьері моделі қолданылады. Қазақстан Республикасының заңдарында бекітілген талаптар мен ережелердің сақталуын бақылап, қадағалауға негізделген еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау ісі бойынша аудиттің кешенді бағдарламасы қауіпсіздіктің жоғары болуына кепілдік береді.
алынған нәтижелер қадағалаушы органдарға жіберіледі. Бұл көрсеткіштер компанияның бизнесті жүргізу ісі, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау ісі бойынша әлемдік деңгейдегі жоғары стандарттарға сай жұмыс істеуге ұмтылатынына басты дәлел. Жыл сайын кеніште 300-ге тарта түрлі тексерулер мен инспекциялар жүргізіледі. Осы жұмыстар кезінде КПО еш тартынбастан өз жұмысының барынша ашықтығын көрсетіп, барлық бөлімшелерінің қызметтері туралы шынайы ақпарат ұсынады. Достижение максимальной безопасности. Өндірістегі қауіпсіздікті барынша арттыру КПО басымдықтарының бірінен саналады. Компанияның барлық өнеркәсіптік нысандары пайдалану кезінде болуы мүмкін келеңсіз жағдайларды ең төменгі межеге дейін төмендетіп, түрлі зиянды әсерлер мен технологиялық қауіп-қатерді кеніш персоналы мен жақын жердегі елді мекен тұрғындары үшін барынша азайту мақсатында жобаланып салынған. КПО апаттық жағдайлардың алдын алып, өндірісті қауіпсіз ету мақсатында қадағалау механизмдерін кеңінен қолданады. Мәселен, Қарашығанақтағы әрбір өндірістік кешен үшін өндіріс қауіпсіздігінің барьерлік моделі дайындалып енгізілді. Қауіп-қатерді төмендетіп, өнеркәсіптің тұтастығы мен технологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету біздің қызметіміздің басты бағыттарының бірі. Бұл жұмыстар өндіріс ісін тұрақты әрі қауіпсіз қылып, жұмысшылар мен жергілікті тұрғындарға және қоршаған ортаға төнер қауіпті төмендетуге бағытталған. Киот протоколы шеңберінде КПО климаттың жаһандық деңгейде өзгеруіне үлкен әсер ететін зиянды газдардың шығарылуын қысқартуды өз міндетіне алды. Мұнай газ компанияларының халықаралық қауымдастықтарының мәліметі бойынша жинақталған салыстырмалы деректерге сүйенсек, қазіргі таңда Қарашығанақ кенішіндегі бұл көрсеткіш орта есеппен алғанда Еуропадағы кен орындарынан 20%-ға төмен, ал орташа әлемдік көрсеткіш бойынша зиянды газдардың шығарылу деңгейі анағұрлым аз болып келеді. Одним из важных обязательств КПО тұрақты өркендеу ісін алға мақсат етіп қойып, осы саладағы ең озық тәжірибелерді ұстанып келеді. Табиғат қорғау іс-шаралары бойынша жүргізілер жоспарлы жұмыстар барысы қоғамдық тыңдаулар барысында талқыға түседі. Мүдделі тараптардың ішінде кенішке жақын орналасқан елді мекендердің де тұрғындары бар. Әсіресе қоршаған ортаны ластайтын зиянды заттардың мөлшерін азайту, қалдықтарды залалсыздандыру мен жаңа технологияларды кеңінен енгізу ісіне баса көңіл бөлінеді. новейших технологий. Ең жоғары стандарттарға сай болу кенішті игерушілердің басты мақсаты. Мәселен, Қарашығанақ өңдеу кешеніндегі электр генераторы құрғақ жану жүйесімен жабдықталған. Осылайша бұл қондырғы экологиялық тұрғыда ең таза электр станциясы болып саналады. Сонымен қатар, табиғат ресурстарын тиімді пайдаланып, қорғау ісіне де назар аударылады. Осы жұмыстардың арқасында сумен қамтамасыз ету жүйесі салынды. Бұл ауыз судың басқа мақсаттарға қолданылуын қысқартуға мүмкіндік береді. В 2015 году в компании 2015 жылы КПО-да тәуелсіз үшінші тарап арқылы энергия аудит жүргізілді. Осы аудит нәтижелеріне сүйенсек, КПО мұнай-газ саласы бойынша қуаттылығы жоғары әрі тиімді кешен болып саналды. Отын энергетикалық ресурстардың шығыны пайыздық көрсеткішпен есептегенде, өндірілген өнімнің небәрі 2,16%-ын құрады. Бұл дүние жүзі бойынша ең төменгі көрсеткіш болып саналады. Ал әлем бойынша бұл көрсеткіш 2 мен 6%-ың аралығында болып келеді. от 2 до 6%. КПО өзіне дейінгі кеніште игеру ісімен айналысқан операторлардан мұраға қалған экологиялық проблемалардан құтылу үшін жұмыс жасап келеді. Бүгінде иесіз қалған бұрғылау қондырғылары алынып тасталды. Сонымен қатар 73 мың тонна қалдық залалсыздандырылды. Бұған қоса 50 гектардан астам бүлінген алқап қайта өңделіп, қалпына келтірілді. ОКШАС 18001 және ISO 14001 стандарттары бойынша еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жүйелері табысты сертификаттаудан өтті. Көмір сутегі қорын барлау, өндіру мен тасымалдау жұмыстары халықаралық стандарттарға лайықталды. Мұның ішінде Қарашығанақтан Атырауға және Орынборға тартылған құбыр желісін айтуға болады. Тәуелсіз сарапшыларды көптеп тарту арқылы экологиялық тексеру жұмыстарын ұйымдастыру ісі кеңінен тәжірибеге енгізілді. Бұл компанияның қоршаған ортаны қорғау мен табиғатқа зиянын тигізер жұмыстарға жол бермеуді көздеген стратегиялық жоспарларды құруға мүмкіндік береді. Қарашығанақта ұңғымаларды сынау кезінде зиянды микробөлшектердің ауаға таралуын шектейтін экологиялық тұрғыда таза технология саналатын жасыл алау әдісі бірнеше жылдан бері қолданылып келеді. Жану аймағына ауаны компрессормен айдауға негізделген бұл әдіс арқылы газды тиімді әрі толық жағуға болады.
Кеніштің экологиялық жағдайын тұрақты түрде бақылап отыратын КПО экологтар мен Гидромет ЛТД мекемесінің арнайы зертханасы мамандары бұл жұмыстарды ұдайы жүргізеді. Талдау жасау үшін ауадан жыл сайын 110 мың сынама алынады. Алынған нәтижелер соңғы 5 жылдың ішінде концентрация құрамындағы рұқсат етілген мөлшерден аспағандығын көрсетіп отыр. В соответствии с законодательством Қазақстанның экологиялық заңнамалар талаптарына сай КПО қоршаған ортаға шығарылар эмиссияның әсер ету мерзімін өндірістік экологиялық қадағалау бағдарламасын дайындауға кірісті. Осы бағдарлама аясында экологиялық мониторинг жұмыстарын жүргізу үшін алдымен мердігер таңдалып алынады. Соңғы жылдары бұл жұмыстарды Гидромет ЛТД ақпараттық өндірістік орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сынақ зертханасы атқарып келді. Кеніш басында 4 экологиялық мониторинг станциясы орнатылған. Санитарлық қорғаныс аумағында 12 станция және Березовка ауылында 2 автоматтандырылған станция жұмыс істейді. Бұл стационарлы жүйе қосымша 2 жылжымалы станциялармен толықтырылды. 2015 жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қарашығанақ кенішінің айналасындағы жаңа санитарлық қорғаныс аумағының жаңа жобасы бекітілді. КПО компаниясы кенішті одан әрі игеру жұмыстарын көздеген бұл бастаманы толықтай қолдады. Жаңадан есептеулер бойынша санитарлық қорғаныс аумағына Березовка мен Бестау ауылдары енгізілді. Осыған байланысты бұл елді мекендердің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіру жоспары әзірленді. КПО мен Қарашығанақ жобасы бойынша серіктес компаниялар жергілікті билік органдарына тұрғындарды көшірусіне көмек көрсетіп, атсалысып келеді. Бұл жұмыстар алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттарға сай жүргізілу үшін компания белді халықаралық сарапшыларды жұмылдыруға күш салды. Бүгінде Березовка мен Бестау ауылдарының тұрғындарына елді мекенді көшіру жоспары туралы нақты ақпарат толығымен беріліп, қолда бар мүмкіндіктерді кеңінен пайдалану үшін қарастырылған нұсқалар егжей-тегжейлі түсіндірілді. Осы бастамаға сай азаматтардың алғашқы тобы 2015 жылдың соңына дейін жаңа үйлерге қоныстандырылатын болады. Тұрғындарды көшіру ісіне Батыс Қазақстан облысының әкімдігі тікелей басшылық етеді. Қолда бар жоспарға сай ауыл тұрғындарын көшіру жұмыстары 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін жүргізіледі деп күтілуде. Қарашығанақта ғарыштан түсірілген сапасы жоғары суреттер мен экологиялық мониторинг станциясының мәліметтерін пайдаланатын географиялық ақпараттық жүйе жасақталды. Бұл нәтижелер өңірдегі экологиялық ахуалдың тұрақты екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі жер қойнауын игеру туралы заңға және пайдалы қазбаларды барлап, өндіру ісінде жер қойнауын тиімді және кешенді пайдаланудың бірегей ережелеріне сәйкес. Сондай-ақ, Қарашығанақтағы өндіріс пен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 2009 жылдан бері геодинамикалық мониторинг жүргізіліп келеді. Бұл жұмыстар сейсмодеформациялық жағдайды зерттеп, бақылау мақсатында қолға алынды. Геодезиялық бекеттер мен сейсмикалық станциялардан жасақталған геодинамикалық полигон салынды. Осылайша, аймақтағы ахуал ұдайы бақылауға алынып келеді. Құрылған бекеттер желісі арқылы циклдық өзгерістер тіркеліп тұрады. Бұл кешенді шаралар легі зиянды заттардың шығарылу деңгейін азайтып, олардың қоршаған ортаға зиянын бәсеңдету мақсатында жүргізілуде. Көмір сутегі мен қатты тұрмыстық қалдықтармен ластанған су тазартылатын эко-орталық салынды. Өңделген бұрғылау қалдықтары ұңғымаларды бұрғылау кезінде қайтадан қолданылады. Сонымен қатар, өндірістік қалдықтарға арналған жаңа полигон пайдалануға берілді. Мы находимся на... Сұйық және қатты қалдықтарды қайта өңдеп, уақытша сақтайтын орталықтандырылған жинау орталығы іске қосылды. Бұл заттардың басым бөлігі ұңғымаларды жөндеу және бұрғылау жұмыстары кезінде, сонымен қатар қондырғылардың өндірістік операциясы кезінде пайда болады. Қалыптасқан жағдайды тұрақты бақылауға алу мақсатында қалдықтарға химиялық талдау жүргізіледі. Бұл заттардың паспорт әзірленіп, қоршаған ортаның жағдайына мониторинг жасалады. Соңғы 5 жылдың ішінде 500 мыңнан астам ағаш отырғызылды. Жасыл желек ауаны тазартып, қолайлы микроклиматтың қалыптасуына ықпал етеді. Желдің жылдамдығын бәсеңдетіп, топырақтың эрозияға ұшырауына жол бермейді. Сонымен қатар, су көздері де ұдайы бақылауға алынған. Жерасты суларының сынамасын алу мақсатында 45 скважина бұрғыланды. Жүргізілген талдау жұмыстары бұл сулардың құрамында зиянды заттардың жоқтығын дәлелдеп берді.
Водоочистные сооружения... Су тазарту қондырғылары кеніш басындағы бүкіл нысанда бар. Бұларды тексеру жұмыстары аптасына бір рет, зиянды заттар тасталғанға дейін және одан кейін жүргізіледі. Тазартылған су екінші мәрте шаңды басу мақсатында тағы қолданылады. Ағаштарды суару, бұрғылау қондырғыларын дайындау, ұңғымалық операциялар мен өзге де мақсаттарға осы су қоры жұмсалады. Табиғатты қорғау жұмыстарын іске асыру үшін соңғы 10 жылдың ішінде КПО $300 миллион көлемінде инвестиция құйды. Қорғаныс шаралары тек өндірістік саланы ғана емес, аймақтың флорасы мен фаунасын қорғап, сақтап қалу мақсатында жүргізіледі. Қарашығанақ инвесторларының бұл стратегиясы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұрындық болған жасыл экономика көздеген мақсаттармен астасып жатыр. Әрі бұл мемлекеттік саясат жүктеген басымдықтардың бірінен саналады. КПО жергілікті үлеске қатысты міндеттемелерді өз қызметінің ажырамас бөлшегі ретінде қарастырады. Компания жергілікті жеткізушілерге барынша қолдау көрсетіп, осы бағыттағы бірқатар жобаларды іске асырып келеді. Бұл жұмыстар шетелдік және қазақстандық тауар өндірушілердің арасындағы ынтымақтастықты арттырып, нығайтуға бағытталған. Осы жұмыстар арқылы өзара интеграция күшейіп, Қазақстан Республикасының индустриалдық секторына алдыңғы қатарлы технологияларды жеткізу қарастырылған. Компанияның бұл қадамы өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайына оң әсер етті. Жергілікті компаниялар Қарашығанақтағы өндіріске ат салысып, озық тәжірибе мен ғылыми техникалық білімді меңгерді. Бұл жергілікті потенциалдың нығаюына да септігін тигізді. Как вы знаете, КПО предлагает огромное... КПО шетелдік және жергілікті компаниялар арасында серіктестік байланыс орнатуға күш салып келеді. Осы жұмыстар аясында Батыс Қазақстан облысындағы өндірістік және сервистік кластерді дамытуға бағытталған бірқатар бірлескен келісімдерге қол қойды. Мен Ақсай индустриалды парк мен Teneris Global Service Қазақстан және General Electric Oil and Gas, Nuovo Pinion компаниялармен өзге де бизнес қауымдастықтармен байланыс орнатқанымызды баса айтқым келеді. Бұл мекемелер шетелдік мүдделі компаниялардың мұнай-газ қондырғыларының өндірісі бойынша Қазақстанда бірлескен кәсіпорын құруына мүмкіндік береді. КПО Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған көптеген жобаларды іске асыруда. Жыл сайын бұл ауқымды жұмыстарға 20 миллион ақш доллары көлемінде қаражат бөлінеді. Қарашығанақ инвестициялары Батыс Қазақстанның әлеуметтік жағдайының жақсаруына оңды әсер етті. Ал қолға алынған жобалардың маңыздылығы мен тізімін облыс басшылығы айқындайды. Осы бағдарлама аясында аймақта денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет пен спорт нысандары бой көтерді. Әрі бұл жобалардың тек қазақстандық мердігерлердің күшімен іске асып жатқанын айта кету керек. Мы придерживаемся принципа поддержки места. Құрылыс компанияларымен әріптестік байланыстар орнатып, өзара түсіністікте жұмыс жасап келеміз. Барлық келісім шарттарда техникалық қауіпсіздікке баса назар аударылады. Бұған қоса жоғары сапа әрі халықаралық талаптарға сай болу керектігінде ескереміз. Бұл талап басталған жұмыс аяқталғанға дейін басты назарда болады. Сонымен қатар құрылыс материалдарының заманауи әрі сапалы болуында бақылауға алдық. Әрі бұл мәселеде де қазақстандық тауарларға басымдық беріледі. Биыл бірқатар ауқымды әлеуметтік жобалар қолға алынды. Бұлар негізінен облыс орталығындағы жолдарды жөндеу, Орал қаласындағы мәдениет және демалыс саябағындағы Шаған өзенінің оң жақ жағалауын абаттандыру жұмыстары. Сонымен қатар, Қарашығанақ кешенінің әкімшілік орталығы болып саналатын Ақсай қаласында да 2 көше жөнделуде. Бөрлі аудандық орталық ауруханасын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Бөрлі ауданының 2 ауылында су құбыры жүйесі қайта салынуда. КПО жергілікті тұрғындармен әріптестік орнату ісіне де баса мән береді. Әсіресе азаматтардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған әлеуметтік жобаларда бұл мәселе ескерілген. Соғыс және еңбек ардагерлерін құрметтеп, қиын жағдайда қалған мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын созып келеді. Жергілікті халықпен конструктивті диалог орнату мақсатында консультативті кеңестер құрылып, қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Ақсай қаласының азаматтарымен кенішке жақын орналасқан елді мекен тұрғындар үшін арнайы бағдарлама қарастырылған. Мәселен, жастарға ағылшын тілін үйрету курстары мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімдеріне түрлі тренингтер ұйымдастырылады. КПО ұзақ жылдар бойы ардагерлерге шипажайлардан жолдама беріп, балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға да атсалысады. Мектептер мен мәдениет ошақтарының мәселелері де оң шешімін табуда. Өлкемізде орналасқан Қарашығанақ кен орны тек қана өз аумағымызға емес, республикаға үлкен үлесін қосуда. Соның бір ретінде айтып өтетін болсақ, көптеп жұмыс орнымен қамтып отыр жергілікті халықты. Сонымен қатар айтып өтетін болсақ, әрине зиян
қуатсыз кәсіпорны болмайды. Дегенмен де осы компанияның басшылығы және жұмысшылары ұжымы зияндылықты төмендету мақсатында үлкен қызметтер атқарып жатыр. Соның бір көрінісі ретінде жергілікті халықпен қоян-қолтық байланыстар жүргізіп, олардың үнін тыңдауда әрқашанда. Қарашығанақ Petroleum Operating BV сенімді әріптестік пен әлеуметтік жауапкершіліктің ең жоғары үлгісіне лайық халықаралық деңгейдегі компания деп танылды. КПО компаниясы Қазақстан Республикасы мен Қарашығанақ жобасы бойынша серіктестердің ортақ игіліктері үшін жаңа өндірістік шыңдарға жетуге тырысып, өндірістік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму мәселелеріне ерекше көңіл бөліп, үздік нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Былтыр Мәскеу қаласында өткізілген 21-ші дүниежүзілік мұнайшылар конгресінде КПО компаниясы өзара әріптестікті дамытуға қосқан үлесі үшін Қазэнерджи қауымдастығының медаліне ие болды. КПО компаниясы тұрақты даму қағидаттарын ұстанады. Әлеуметтік жауапкершілікті әріптестікті қолдаған КПО Қазақстан Республикасының игілігі мен Қарашығанақ жобасы бойынша серіктестердің ынтымағын арттыру үшін жаңа өндірістік биіктерді бағындыруға ұмтылуда.